Ура, менің посылкам келіп жетті. Татарстан поштасы деген Қазаннан ауыр ма? 10 килограмм. Не екен бұл? Қор ма екен бұл әлі? Қор бұлай ауыр болмас ма? Шек ме? Әлі не екен бұл? Жауап беріп қарағыз әлі? Кімдір жауап берер? Ой, қазір жамағат бұл посылканы ойшабыз қой бір жерлері өзінің кеселеп ұшыраған ені көрдіңіз ме не екенін? Там деп тұралар ма әлі мұсық біле? Бұл посылкының енді келе башлауы деп айтым енді өткен ел 3 декабрьде еді. Birinci kitap. Ой, қазір жылап жіберем бейді. Kulbak ile Cinil. Ой, тұтың бәрі менде. Менің китапым ол. Сен тілсіз қалдың, мен не етерге білмеймін. Kisege de salasın. Әлі мұнда бітмеді, әлі посылка ұшылағына башлады. Бұл татар календарлары. Ой, Алла берса, татар календарларына қарап ешербіз бұл елні. Ой, нендей матыр китаплар. Татар халық әкиетлері. Бұл татар халық әкиетлері қолға тұтқаштан аны ейтім. Мұндағы Түркиедегі татар келінлері бар. Олар балалары үшін сұрағанлар еді. Шоны көреміне бұл татар халық әкиетлерін алдықаларының тоқтамында тағын татарша әлифбада тыққаны. Ой, Фейруз апа, Муслимованықа. Машалла, нендей матыр китаплар. Иракта ешеселер де біздің татар келінлері шошылай китапларыны күтіп тұралар енді бұл китапларыны. Вау! Мен Вағай табының китабын міне Түркиеде хеш жоқ деп айтмесінер. Менің Түркия татарлары қолымда элек-электен шыққан китапларын бұлайда көргенім бар. Қазір міне бұл босыма да келіп жетті. Кімдер оқырға алып тұрға тілей, менде бұл китап бар. Міне, Алла берса, рахатленіп оқырбыз. Мұныз. Хижретні енді мен мұндағы Түркиедегі Бүгределік ауылында ешеуші Рахметулла абидан алып оқыған едім. Аның сомлығына күнге ол меңа беріп тұрған еді, мен ананлары аңар жібердім кере. Мұнысы енді міне менің өзімнің қолымда болашақ. Бұл да бек тарихи китапларыбыз. Аллаға шүкір келіп жеттілер. Дүңкірелер, егірелер. Рахмет еуғыра. Мұнда балаларға деген китаплар да тағын шыға. Мен енді қатырлемейм қойсыларына. Шуны айтайым, бұл китапларға мен заказын Татарстан китап нәшриетінің сайтына кіріп тұтырдым. Қазір енді декабрь башында тұтырған едім, шуңа көре қатырлемейм, ненде китапларына бүтінсін қатырле бітірмейм. Қой бірлерін қатты оңлауым шығалар, өзлері де тұққанлар. Рахмет еусын. Мен китап нәшриетіне безір рахмет етесім келе, çünkü посылкының мажаралары көп болды. Июл ғазабы, гүр ғазабы дегендей бұл мақал көресің посылкаларға да тұры келе. Аннары яңа ел алдымнан да заказ берілгенге көре. Біраз мажаралырақ келді. Бірінші тапқыр енді 3 декабрьда юлға шыққан еді. Қазір міне келіп жетті. Аллаға шүкір. Қазір әлі анда тағым бар. Мендегер китаплар. Китаплар хаман шыға. Алары не?
жырлар жыйынтыгы. Мына жырлар жыйынтыгын махсус ириме деп заказ бердим. Ол миңа жырлар китабы болсун дейм. Эйткенге көрө мен аны Фазыл Туйкиннин мына шушы жырлар китабын, чүнки мында жырлар тарихы да жазылган, аның үчүн сайлаган идим. Міне, ул да келип жетти. Мунысы татар халык макаллары һәм әйтемнәре. Гомумән язган кешегә һәм язу белән шөгыльләнгән кешегә мындай китаплар аның архивында дип әйтим инде, китап киштәсендә булырга тиеш. Шуңа күрә бу бик матур китап, татар халык макаллары һәм әйтемнәре. Тагын булары минем китаплар, әйме? Тагын бер зур язучыбызның китабы. Тургай. Фуат Садриевның китабы. Монысын безнең бер мөслимнән булган килен миңа Фуат абыйның китабы кирәк дип әйткән иде. Менә мин әйтеп торам, кайбер китапларны мин мондагы татар киленнәре ишендә алдым. Рәмзия апаның Канасыз очыш китабы. Рәмзия апага күп сәламнәр. Менә сезнең китапны да алып килдек Төркиягә. Аллага шөкер. Офыкларга карап. Шигырь китаплары монда хәзер. Кадир абый Сифатуллинның китабы. Безнең классикларыбызның китаплары. Аллага шөкер, барысы килеп җиттеләр. Тагын нинди китап бар? Рифа апаның. Рифа апа, сиңа да күп сәламнәр. Менә сине сөям дисең дигән китабыгызны заказ итеп китерттем. Алла бирсә, бу китапны инде сез монда Иске шәһәргә килгәчтән очрашкан татарлардан, татар кызлары да бик сорайлар иде, бик көтеп торалар бу шигырьләрне укырга сезнең китапны. Шуңа күрә инде алар миннән инде посылка килдеме, Рифа апаның шигырьләр китабы килдеме, яздыңмы, алдыңмы дип бик сорап торалар, Укырбыз Алла бирсә бергәләп. Тагын нинди? Bu Türkiye'de okuyan stüdent. Бу Рөстәм Султи. Бүгенге көндә ул кайда яши? Angliya'da. Англиядә яшәүче милләттәшебез. Ул заманында Төркиядә укыган булган мусафир. Менә аның да бу китабын аласыбыз килде, чөнки аны монда Төркия татарлары белән аралашканда телгә алалар, аның яшь вакытларын, студент вакытларын искә төшерәләр һәм тагын безнең яшьләр арасыннан дип әйтим инде Булат Ибраһим шигырьләре, шигърияте аны инде күпләребез белә дип әйтим инде. Менә шушындай җыйнак кына бер китабы чыккан булган икән. Мин бу китап мондай төр җиңел китапларны бераз күбрәк заказ биргән булсам да булыр икән. Ярый, икенче юлы тагын игътибар итәрмен. Булат, синең дә шигырьләреңне яратып укыйбыз. Марсел абый Галиевның Су каргышы китабы. 2018-дә чыккан китабы. Менә шушылай итеп мин прозаикларның дип әйтим инде һәм шагыйрьләрнең китапларын, менә шулай төрле язучыларның китапларын җыярга тырыштым. Барысы да килеп җитте һәм менә бу календарларның барысын да мин үзем алмадым. Буларны бүләк итеп Татарстан китап нәшрияты да салган. Рәхмәт. Һәм әлбәттә минем үземнең китапларым монда инде күбрәк, чөнки китабымда геройлар, Төркия татарлары арасында геройлар бар. Ул кешеләргә мин бу китаплар теге исемләп тапшырасы китаплар дип әйтергә мөмкин инде. Менә бит. Ниһаять дип әйтмим инде, шөкер дип әйтим. Тамакларым бетеп китте. Үземнең китабымны кулыма тоттым. Белгәнегезчә, ул үткән ел ноябрь аенда Казанда Татарстан китап нәшриятында басылды. Аны бастыру тарихы да үзенә бер төрле инде. Ягъни бүген генә сөйләп бетерә алмыйм.
һәм миңа инде бу китап турында инде укучылардан шактый комментарийларда, язуларда, тәкъдимнәрдә түгел инде менә киңәш кебек тә хәтта әйтелгән сүзләр дә килеп җитте. Гомумән бик яхты китап дип мактадылар аны һәм һәр язган, һәр кергән әсәргә аерым туктала сөйләүчеләр дә булды. Рәхмәт яусын укучыларыма. Менә шул. Ярый, мин видеоны тамамлыйм. Хәзер бу китапларны берәм-берәм актарып, берәм-берәм карап, укып чыгарга калды.